Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тарих тағылымы деп аталатын бөлімдегі лирикалық кейіпкер деп аталатын әдебиет теорияларымен таныс боламыз. Лирика грек тілінен аударған кезде лира аспабының сүйемелдеуімен айтылатын көркем әдебиет жанрының түрі. Лириканың басты ерекшеліктері адамның көңіл күйін, сезім дүниесін тікелей бейнелеп көрсетеді. Лирикалық шығармалар өлеңмен жазылады, онда автордың немесе кейіпкерлердің дүниеге өлеңмен жазылып, дүниеге көзқарасы мен оның сезімін, нақты ойын, көңіл күйін суреттейді. Әсерлеп бейнелеу арқылы көрсетеді. Кез келген сезіну мен қолданыс лирика тудыра алмайды. Әлеуметтік толғаныстар лирика тудырады. Лириканың басты ерекшелігі осында. Ол адамның көңіл күйі мен сезім дүниесін тікелей бейнелеп көрсетеді. Лирикалық шығармалар өлеңмен жазылады. Онда автордың негізгі кейіпкерлердің дүниеге көзқарасы, оның сезімін туындап көрсетеді. Эпика жанры баяндауға негізделсе, лирика шығарма адамның түрлі құбылыстан алған әсерін бейнелеп, жеткізу шеберлігімен ұштасады. Әр халықтың лирикалық өлеңдері мен аңыз әдебиетінен басталған. Мәселен, қазақ лирикасының басы тұрмыс салт өлеңдерінде, тойбастар мен жар-жарда, беташарда және де басқа да өлеңдерінде көңіл айту, естірту, жоқтауда жатыр. Онан бергі қазақ поэзиясында шалкиіз, махамбет толғауларында да лирикалық толғаныстар арқылы бүкіл қазақ халқының аңсаған арман мұратын көрсетеді. Яғни, бұл қазіргі таңда бастау алғаны жоқ, сонау қазақ лирикасы сонау салт дәстүрлерден бастау алған. Лириканың ең басты қаһарманы ол ақынның өзі. Ақын ең алдымен өз жайын, мұңын, арманын, қуаныш сезімін жыр ету арқылы халықтың тағдырын, қайғысын, күйзелісін, қуанышын, шаттығын, тілек мақсаттарын білдіреді. Нағыз лирикалық туындылар жеке адамның жан дүниесін, толғанысын, тағдырын бейнелеп, сол арқылы бүкіл бір ортаны, қоғамды, заманды сипаттап береді. Лириканың ең бір ерекшелігі осында. Бұл жерде ақын адамның жай күйін, мұңын, арманын, қуаныш сезімін жыр етіп көрсетіп, тағдырындағы қайғысын, қуаныш шаттығын, тілек мақсаттарын білдіреді екен. Лирикалық шығармалар кейде шығарманың тақырыбына, мазмұнына қарай бөлінеді. Ол саяси, азаматтық лирика, махаббат лирикасы, көңіл күй лирикасы және де табиғат лирикасы. Махаббат лирикасы деген кезде біздің есімізге бірінші кезекте Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу есімізге түседі. Лириканың тағы да басқа түрлері ол арнау, ой романс және де эпитафия, эпиграмма, идиллия деген сияқты дүниелер. Орта ғасырда роман француз, испан, итальян елдерінің поэзиясында туып қалыптасқан лириканың ерекше бір түрі баллада. Ол лира эпостық сипаттағы шағын сюжетті өлең, барлық әдебиетте кең тараған. Мысалға айтатын болсақ, қазақ әдебиетінде Жармағамбетовтың бидай туралы балладасы, сондай-ақ Мұғалима, Күзетші және балладаларын жатқызуымызға болады екен.
Абай поэзиясында сол кездегі дәуір шындығы, қат-қабат қоғамның қарым-қатынастары жан-жақты терең бейнеленген. Әрине, лирикалық шығармаларда өлең шындығы, әлеуметтік құбылыстар бар. Лирикалық шығармада негізінен алғанда жеке адамның көңіл-күйі, сезімі суреттелетіні белгілі. Ақын көбінесе өз жайын, өзінің айналасындағы өмірге, әртүрлі құбылыстарға, жағдайларға көзқарасын сипаттап көрсетеді. Абай поэзиясында да тура сондай дәуірдің шындығын, қоғамның қарым-қатынастарын жан-жақты терең бейнелеп көрсеткен. Бұл лирикалық шығарманың өмір шындығы мен әлеуметтік құбылыстардағы орнын көрсетіп отыр. Лирикалық шығармада негізінен алғанда адамның көңіл-күйі, сезімі суреттеледі. Арнаулы өлшеммен жазылатын лирикалық сонет үлгісін Әукебаев, Шаңғытбаев, Аманжоловтар қолданған болатын. Алегия мен лирикада жатады. Онда көңіл-күй қайғысын суреттеу жиі ұшырайды. Қазақ әдебиетінде Абай шығармашылығында халықтың әлеуметтік тағдырын бейнеленген, адам сезімдерінің нәзік сүйсінулері мен түсінулері көрсетіледі. Лирикалық шығармалар өте көп. Сәкен Сейфуллинда, Құдайберген Шәкәрім Құдайбердіұлында, Мағжан Жұмабаевта, Ильяс Жансүгіровта, Міржақып Дулатовта, Сәбит Мұқановта, Сырбай Мәуленовта, Әбділда Тәжібаевта, Жұбан Молдағалиевта, Мұқағали Мақатаев шығармаларынан қазақ лирикасының тұнып тұрған поэзиясын көруге болады. Әрбір тыңдаушысының келіп түскен хабарды қабылдау, түсіну, қолдану сапасы түрліше болғандықтан да сөйлеуші түрлі түсті лингвистикалық құралдарды, тәсілдерді қолдана алады. Оларға мыналар жатады: қаратпа сөзбен толықтырылған жай және құрмалас сөйлемдер, риторикалық сұрақтар, етістіктің бірінші жақшы көпше түрі, оқимыз, қарастырамыз, байланыстыру құралдары, біріншіден сонымен, яғни қорыта айтқанда қатар қайталануы да мүмкін. Яғни бұл лирикалық шығарманың бір ерекшелігін айтып отырмыз. Айтып кеткеніміздей, лирика адамның көңіл күйін білдіретін құрал ретінде де қарастыруға болады. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен әдебиет теориясының ішіндегі лирика, лирикалық кейіпкер деп аталатын тақырыптарды меңгердік. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Сабағымызды ұнаған барысын кері байланысқа шығу арқылы білдірсеңіздер болады. Лирикалық шығармаларды оқып, лирикалық кейіпкерлермен таныс болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.